Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай жұмсақ, ерекше зебра пирогын әзірлейтін боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, қолдап, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып, содан соң үстінен шекерімізді салып, видеодағыдай ағарғанша араластыратын боламыз. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінен қараңыздар, сонда жазып қалдырдым. Содан соң өсімдік майын құйып біркелкі болғанша тағы да араластыратын боламыз. Енді сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң үстінен алдын ала електен өткізіп өлшеп алған ұнымыз бен содамызды массамызға аз-аздан қосып, жақсылап біркелкі консистенция болғанша араластыратын боламыз. Массаңызды біркелкі етіп, қою болғанша араластырыңыз міндетті түрде, себебі арасында комочектер қалмауы қажет. Міне менің массам дайын болды. Енді осыны теңдей етіп, тағы да бір ыдысқа бөліп аламыз. Екінші массадағы ыдысымызға какаоны салып, оны да біріктіріп араластыратын боламыз. Табамызды алдын ала өсімдік майымен майлап аламыз. Енді дайын массаларымызды формамызға бір қасықтан кезек-кезек салып отыратын боламыз. Сол кезде бізде әдемі зебра пирогы шығатын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай әдемелеп құйып алдық. Енді мен зубочистканың көмегімен узор салатын боламын. Енді пирогымызды алдын ала қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісіп шықты. Енді бетін қант ұнтағымен безендіріп, өз қалауыңызша кесіп дастарханға ұсынсаңыз болады. Ас болсын, жасап көруге кеңес беремін. Достар, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Арнама тіркеліп, комментарий қалдырып, алдағы жаңа рецептерімді алға ақпардың бірі болып көру үшін жанында тұрған қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.